Адалбақан. Адалбақан киім және тағы да басқа үй мүліктерін ілуге арналған қазақтың жабдықтарының бірі. Адалбақан кигіз үйге кірген тұсқа сол жағына қойылатын болған. Кигіз үй сүйегінің құрамына тікелей енбегенімен міндетті түрде шебердің қолынан шығар дүниеліктің бірі болып табылады. Ал адалбақан сөзінің мағынасының өзі адал сөзінен, парсының халал деген сөзінен шыққан. Ал қосындысы бақан сөзі кигіз үйдің шаңырағы мен түндігін көтеруге пайдаланатын бір басы ашалы ағаш. Халық ұғымында адалбақан қасиетті таза мүлік деп есептелген. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорында Калкин Жанболат Ноянұлы деген шебердің қолынан шыққан адалбақан сақтаулы. Адалбақан ағаштан ойылып, ақ металды және теріні әсемдік үшін пайдаланып, ойылып, лақталып жасалынған бұйым. Адалбақан көбінесе бұтағы көп балапан қайың мен шыршадан жасалған. Сәнді болу үшін оның сыртын бояуларымен өрнектеп сырлаған. Бүршікбас алтын, күміс шегелермен нақыштайды. Адалбақан 4 бөліктен тұрады. Бойында 9 темір ілгіші болады. Төменгі жағын жерге көміп қоятындықтан көркемдемеген. Негізіне бұл бұйымды еліміздің әр өңірінде әр түрлетіп жасаған. Ертеде адалбақанды қару-жалақ іліп қою үшін қолданылған. Бертін келе ол киім ілетін ілгішке айнала бастады.